сіздерді жоқ болып кеттіңіз, жадырапай деп жатсыздар. Бізге де созықпен қараңыздар, дем алдық, жаңа үйге келіп. Ал міне жаңа апта басталды. Жансаялар жаңа мектепке барады, мектебі ауысты. Бірақ бізде білмеймін, осы жалпы орта мектепті таңдамады. Бізде мына жақта домдардың ар жағында тұр, көрініп тұр ма білмеймін. Жансаялар Квант деген гимназияны таңдап соған ауысып жатыр. Бұйыртса, мына мектеп 8-де оқиды екен, ал ол мектеп 8:30-да оқиды екен. Бұйыртса сол мектепке барамыз. Қазір жаңа құрбы, жаңа апай, жаңа сыныптастар. Түнде өтіп жатам деп ұмытып кетіпті. Бұл қаншайым кремдеріміз келді, тақтай кремдерін жудырып алғанбыз. Мына бөлменің кремі бұл жерге сыймай қалды енді. Егордаға қаттысын алғанның басқасын. Жансаялардың партасы осылай өтті. Ойбай, мен шайнегім шақырып жатырмын. Мына жерде біздің мысығым құшақтап ұйықтап жатыр. Ал сәттілік қызым. Жаңа мектеп, жаңа орта, жаңа сыныптастар дайындалып жатыр. Жансая дайындала берсін. Балдар цикорий берейін деп жатырмын. Кофенің орнына осы цикорийді әкеп қойдым. Кофе көп сұрайды бізде балдар. Кофеге әлі ерте сендер дейді. Бутербродтары екеуінің осыны сүйіп жейді. Бізде жұмыртқаны тек екі кішкентай ғана жейді. Ал 3 үлкен жұмыртқаға жоқ. Ойбай, орындар ауысып кетті мамам. Қызды төрге шығарайық. Ұлды өзімнің жаныма отырғызайын. Ал. Енді ұйықтан тұрғыза берейін. Бізде осындай переходта болып отыр, короче. Жансаяның инстасына көрсетіп. Мына жерде мынаны айтайыншы деп едім. Не деген керемет мына нәрсе ше. Осындай домашний сауна ғой, типа. Осындай алған едім. Анау хамамдарымнан осып кететін уже. Арада булайтын бар. Осы мына кішкене шлангысымен бу жіберіп тұрады. Енді мынаның ішінде отырып шілдетер шығарады ол кәдімгі. Мынау қатты ұнады. Әсіресе қыстың күні жаурап келген кезде мынау деген таптырмайтын нәрсе екен. Жолдасыма бұл алдым. Жолдасым қыстың күні жұмыстан жаңа тізесі ағысып шаршап келгенде осыны қоса қойып ыстық сорпамен. Мынау деген керемет. Кеше мынаны жинамадық. Іші кепсінші дейлем, кеуіп қапты, қазір жинап қоям. Кеше балалардың бәрін осыған 7 минуттан отырғызып алдым. 7 минуттан артық шыдамайды уже бұған. 7 минуттан отырғызып алдым бесеуін. Күшті зат екен колпачогы. Енді терлеткен кезде енді 20 минуттың өзі жеткілікті ғой үлкендерге. Сондай қыздар мына жақта бізде. Қалай дәмі, жақсы ма екен кофенің? Әдемі ба? Ас болсын. Бізде мына жақта батырымыз таңғы асын ішіп жатыр, қазір ол келмеді.
Маған Жансаяның всегда переходтары ұнайды. Білмеймін, инстасына сала ма салмай ма, 2 сағат отырып өйстіп түсіреді. Бірақ инстасында жоқ болады кейде. Өзіне ұнамай қалады ау деймін. Кешеге үлгере алмайсың ба? Давай онда. Сен де уақытыңды алмайын. Бұл мына жақта бутербродтың ысы неғып қалды, суып қалды, қайтып ыстайын енді. Суып қалды бұның. Өшіресің ғой сен. Сыры суып қалса дәмі болмайды, ыстықта жесе күшті да таңқасқа. Алдым түймелі. Қазір ұстайды. Әрең ап шықтық қой. Маңызды. Енді ұйқыдан тұрғаннан кейін көз түседі. Бәріміздің көзіміз түседі. Азан мен кім бір жадырап тұрады дейсің ұйқыдан. Бұл әрең ап шықтық нағызды. Кәне? Ой, ойланадым да. Келдік. Алдымен шығамыз, кеттік. Дұршы ма бүгін? Дене бола ма? Дене бола ма? Екі сумканы неге ұстап алғансың? Алдыңда түйін білмейсің ба қызым? Айтайын ба? Маған жетісін неге алғысына болды? Анда ішінде орын бар ғой деймін. Соны айтып отырмын. Әлі кітаптарын алған жоқ. Мектептің кітапханасы жабық екен. Жүр. Маған ксерокс керек еді. Ана қыздың Альбинаның документтерін андай ксерокс деп алыңыз деген. Жоқ, ксерокопия. Көшірмесін жасау. Шықтық біз. Болды, мама ары қарай барма деп мені тастап кетті жарты жолдан. Кетті өздері. Анау жақта мектептері. Мен ары қарай неқта ксерокс бар ма іздеп қайтам. Так, ксерокс бар ма екен мұнда? Сәлем деп қой. Ал достар, бізде апта осылай басталып жатыр. Жаңа Ерасыл мен Жансаяны мектепке апарып тастап келдім. Енді Альбинамен шығып жатырмыз. Альбина бізде балабақшаға орналасты. Короче, достар, біздің уақытымыз вообще болмай кетті ютубқа. Сіздер ренжіп жатырсыздар. Инстаграмда дайректі толтырып тастадыңыздар. Видео қайда деп. Әр видеоның астынан көріп жатырмыз. Видеоларыңыз қайда деп. Осы қызды садикке, жаңа балабақшаға орналастырдым. Үшеуін мектепке орналастырдым. Оңай болып жатқан жоқ бұл апта. Бірақ тірлігіміздің жартысы бітті бұйыртса. Енді жайлап сіздерге қызық видеолар түсіріп бастаймыз. Альбина, қандай видеолар түсіреміз? Біз қазір садикке барамыз, қағазды таптырамыз ғой біз, Иә. Содан кейін үйге қайтамыз. Сөйтеміз ба? Сен қалмайсың ба не садикте? Қаласыз. Болды. Бапа өмір бітті. Садикке барасың, сен де қыз болдың уже. Давай, шығайық. Тоқта, сен өшіре салайын. Бізде Аяла ұйқыдағы ауру әлі ұйықтап жатыр. Қазір келіп оны оятамын. Мұхаммед екеуі. Альбинаның документтерін ксерокопиядан өткізіп жатырмыз. Не көріп жүрсің өзің? Ал. Ятай. Альбина анандай қоршау ойнайын дейді. Болды сен үлкен апа болдың. Балабақшаға барасың, қыз.
Сен мынандай нәрселер алу керексің ғой, Альбина. Мынандай нәрселер, жазу керексің сен уже. Блокнот толтырып үйрену керексің енді сен. Алайда? Аламыз ба? Мен қазір Жансаяны күтіп алам. Алдына шығайын деп тұрмын. Аяланы апарам, как раз екеуінің. Біреу шығады, біреу кіреді ғой мектепке. Ерасыл келіп қойды сабақтан. 4 сабақ болды деді ме, 5 сабақ болды деді ме? 1 сабақ ерте келді. Жүр сумкаңды ал. Алдың түймелемей қой, терлейсің. Ашық тұра берсін. Жүр. Достар, жақшы мынараның светін. Кел, ма. Телефоныңды алып ал. Қалтаңа саласың ба? Курткан қалтасында қап кетпесін енді телефоның. Іште анау адванта сияқты сырттан тасап кетуі мүмкін ғой киімді. Жүр, ки, аяғыңды бұл. Ал, біз шықтық. Жансай алдымыздан шығып қалар ма екен, жоқ. Алдында тұрар ма екен. Келе жатырмыз жаңа мектепке. Аса қоқалтып жатырмыз. Аяла кіріп кетті. Енді Жансаяны күтіп отырмын сыртта. Қазір шығып қалар. Дала жел болып тұр бүгін. Ауа райы қыздар не істеп жатыр екен? Не істеп жатсыңдар, қыздар? Мына шетте заттарын қапырып. Өткенде көшіп қонып, мына партасын әлі достар әлі қыздар өздерінің рум-турларын түсіре бере бөлмелеріне. Соған дайындалып жатыр екен Жансая. Қазір шкафты полный сәндеп болғаннан кейін сіздерге өзінің қыздар бөлмесіне рум-тур түсіреді. Кино көріп, короче, бүгін біз Аяла, Альбина садикке барып, мынандай әдемі дәптер алып келдік. Тәжірибе дәптер екен. Мынаның ішіндегі айырмашылықты тауып жатыр. Бар ма енді айырмашылық? Таптың ба? Кәні? Міне, шыбын жоқ. Мына бір-бірден зат жатыр, мынаяқта жоқ, е? Гүл боялған, но боялмаған. Мына бар ғой, е? Мына жоқ. Мынарда дәптер бар, мына жерде дәптер жоқ. Тағы да іздей бер. Қандай айырмашылық бар екі суретте? Домалақтап жатыр. Молодец. Кішкене баланың ойлау қабілетін дамытатын нәрсе екен. Жарайды онда, не шай ішесіңдер ма, не ішесіңдер? Ішпейсің ба? Сен ше? Мынандай бұқты, мынау жит бұқты. Мынарада Y, мынарада X. Ой, молодец! Мен қызымның көзі қатты көреді екен. X пен Y-ті ажыратып жатыр. Давай бөлмелеріңе рум-тур түсірейік. Жаңа достарыңа уәде беріп қойдық қой. Достар, ертең Жансаяның каналында бөлмесіне рум-тур деген видео түседі. Қолдап қойыңыздар. Қазір соны түсіретін болады. Бөлмесін дайындап алсын онда, е? Кеттім онда, мен кешкі тамаққа кірсе берейін. Шай ішпейсіңдер бопты. Ішпейсіңдер ме шай точно? Ішпейсің ғой. Давай, кеттім мен.